Саламатсыздар, құрметті көрермендер және төлеушілер. Біз Түркістан облысы Төле би аудандық оқушылар үйінің оқушылары боламыз. Менің есімім Қасай Ескендір және менің әріптесім Торбек Шербек. Біздің жалпы тақырыбымыз Марс базасы және ғарыштық қоныс алудың болашағы болып табылады. Біз бірінші кезекте бұл жобада мен пенопласттан жасалған Марс ландшафтары, оның ішінде таулар, каньондар, жұлдыздар, базалары орналасқан. Неге дәл Марс? Өйткені бұл адамзатқа болашаққа игеруге мақсат етіп отырған ғаламшар. Біздің технологияларымыз күн сайын дамып келеді және бір күні адамдар Марсқа қоныстануы мүмкін. Бұл жоба тек ғылыми ғана емес, шығармашылық жұмыста. Ол маған ғарыш инженерияны, болашақ технологияларды зерттеуге мүмкіндік береді. Менің ойымша, мұндай жобалар бізді болашаққа жаңа ашылулар жасауға, ғарыш игеруге үлес қосуға шабыттандырады. Бірінші кезекте біздің Марс базасы. Марс базасында болашаққа ғарыштық қоныс алудың ерекше үлгісі. Базада зерттеу лабораториялары, жылыжайлар, кар жүйесі және қауіпсіздік қамтамасыз ететін дезинфекциялау бөлмелері бар. Лабораториялар. Бізде бұл екеуі лабораториялар Марс топырағының атмосферасын зерттеу және жаңа технологияларды сынау үшін арнайы жасалған. Онда болашақ ғалымдар мен инженерлер зерттеуге жүргізе алады. Жылыжайлар. Бізде бұл екеуі жылыжай болып табылады. Марстағы тіршілік үшін қажетті өсімдіктер өсірілетін орын. Арнайы жүйе арқылы өсімдіктерге оттегі су беріледі. Бұл ұзақ мерзімді экспедициялар үшін өте маңызды. Кар жүйесі бізде суда қайта өңдеу және базаны санитарлық тазалықтарын сақтау мақсатында жасалған. Бұл экологиялық таза және тиімді ресурс болып табылады. Ең басты бізде тазарту бөлмесі. Марсқа тән радиация, шаң тозаңдардан тазарту үшін қолданылады. Ғарышкерлер базаға кіре алдында арнайы сүзгілерден өтеді, дезинфекциядан өтеді. Бұл олардың денсаулықтарын қорғауға көмектеседі. Бұл база Марстағы адамзаттың тұрақты өмір сүруіне арналған кешенді құрылым. Ол тек зерттеу жұмыстарын жүргізуге емес, сонымен қатар адамдардың жайлы өмір сүруіне де арналған. Және бізде келесі кезекте күн батареялары орналасқан. Мұнда күн батареялары бұл аймақта күн энергиясын тиімді пайдалану үшін күн батареялары орналасқан. Марста электр энергиясын өндіру және ең маңызды мәселелердің бірі, себебі ол базаның барлық жүйелерін қауіппен қамтамасыз етеді. Бұл панельдер күн сәулесіне энергия жинап, оның базаға, зертханаларға, жылыжайлар және тіршілік ету кешендері үшін қолданылады. Күн энергиясы таза, үнемді және тұрақты қуат көзі болып табылғандықтан автономды түрде жұмыс істейді. Және бізде келесі кезекте зымыран қондыру орындары. Бұл базаның жанында зымыран және ғарыш аппараттарын қонатын алаң орналасқан. Бұл алаң ғарыш кемелерінің қауіпсіз қону мен ұшу үшін арнайы жасалған. Қону алаңы қатты әрі тегіс материалдардан жасалып, айналасын шаңды дауылдан қорғау үшін қорғаныс шекаралары қойылған. Бұл жүйелер Марста тұрақты өмір сүру мен зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Маңызды инфрақұрылым болып табылады. Және мен өз сөз кезегін әріптесіме беремін. Мен мынау кратер. Бұның аты Маринерский. Бұның ұзындығы 4000 километрге жетеді, тереңдігі болса 7 километрге жетеді. Бұның ені 200 километр. Бұның пайда болуы ғалымдардың екі ойға бөлінді. Біріншісі, Тарсис деген жаңа тау болған. Соның Тарсис жаңа тау атылған кезінде жердің бөлініп, жарылу болған кезінен пайда болған. Ғалымдар екі ойға бөлінді. Бұл кратер, каньон. Бірінші, су жолдары болып саналды. Екіншісі, бұның пайда болуы сол жаңа таудың кесірінен. Бұл жерде көрсеңіздер, шет жерінде эрозия пайда болған. Эрозия ол судан пайда болуы мүмкін деп саналады. Екіншісі, бізде кратер. Бұл кратердің ұзындығы 750, диаметр 750 метр. Тереңдігі болса 70 метрге дейін жетеді. Бұл құрамында шеттерінде негізгі құрамы тас пен сульфаттармен бұл жердегі су әсерінен өзгерген. Шеттерінде көрсеңіздер эрозия пайда болған. Эрозия бұл желден, тұманнан пайда болады және де судан пайда болатын зат. Егер көрсеңіздер, осы екеуінде де эрозия бар. Значит, бұл шетінде су пайда болған деп ғалымдар санайды. Екінші бұның пайда болуы астероид құлауынан пайда болған деп санайды ғалымдар. Екіншісі бізде Олимп тауы. Оның ұзындығы 2,5 километрге дейін жетеді. Бұның ұзындығы болса 600 километрге жетеді. Ені 600 километрге жетеді. Бұның соншалық үлкен болып қарасаңыздар, өте үлкен. Неге десеңіздер, көп жыл бойы атқылап тұрған. Атқылағанның кесінен
бұл үлкейе берген. Бұл жерде көрсеңіз Эверест тауының 2,5 есе үлкен, а Гавайи аралдарының 3 есе үлкен болып саналады. Біздің мақсатымыз Марсты игеру болып саналады. Және осы Марста түрлі тіршілік көздерін тауып, болашақта Марсқа адамдарды қоныстандыру мақсатында орналасады. Осымен біздің жауабымыз осы. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.